тилдердің әр түрлі болуы өте бір керемет, адамды бір ғажаптандыратын, адамды ақылын тоқтатып қоятын бір мәселе өзі негізі. Қандай бір тілде сөйлейтін адамдардан, мысал қылып айтайын, қазақ пен араб, және Қытай, және ағылшын, солар бәрібір атадан таралған десе, кім сенеді оған? Бірақ сенуге мәжбүрміз. Өйткені бәріміз бір атадан таралғанбыз. Күллікум мин Адам ва Адам мин тураб. Барлықтарыңыз адамдансыздар, адам есе, адам болса топырақтан деді. Ал енді сол тілдерді ішінде мұсылман кісі ең абзалы араб тіл деп айтады. Мен араб болмасам да, ең абзал тіл араб тілі дейміз. Не үшін? Өйткені Алла Тағала ең соңғы кітабы, мұғжиза кітабы, Құран-ы Керім кітабын түсіруге араб тілін таңдады. Алла Тағала Құран-ы Керімде айтады: «Инна анзалнаху Құр'анан арабиян лааллакум тақилун». Біз Құранды араб тілінде түсірдік деді. Ақыл жүртсеңдер деді.